Құран жайлы сіз естімеген 7 дерек. Құран әлемде миллиард данасы бар дара кітап. Құран алғаш рет кітап боп жинақталғаннан бастап, күні бүгінге дейін миллиардтаған нұсқадан асты. Бұл интернет пен телефондардағы электронды нұсқаларын және аудармалар мен тәпсірлерді қоспағанда. Және де жердің қай түкпірінде болсын, барлық Құран нұсқалары айна-қатесіз бір сипатта. Миллиард нұсқадан еш айырмашылық, бір қателік, қандай да бір қарама-қайшылық таппайсыз. Екіше, Құранды миллиондаған мұсылман жатқа біледі. Құранды жатқа білетін адамды қари деп атайды. Олар 8-10 жастан бастап 600 беттік Құранды сөзбе-сөз, өтір нүктесіне дейін жадына сақтап алған. Көпшілік қарилар араб болмаса да, тіпті Құранды өз ана тіліндей түсінбесе де, кез келген бетінен жатқа айтып бере алады. Бұл Құранның ерекше қасиеті мен мұсылмандардың оған деген терең махаббатын көрсетеді. Үшінші, Құран бір кітап боп түскен жоқ. Қайетті Құран көп адам ойлағандай, Алла тарапынан бір кітап боп беріле салған жоқ. Құран аяттары Мұхаммед пайғамбарымыздың 23 жылдық пайғамбарлық кезеңінде бөлік-бөлік болып түсіп отырды. Кейде сұраққа жауап, бірде шиеленіскен оқиғаның шешімі, ал кейбір уақытта жалпы үкім, бұйрық пен тыйым, халал мен харам, насихат, бағыт-бағдар аяттары боп түсті. Құран аяттарының түсуі 13 жыл меккелік кезең, 10 жыл мәдиналық кезең болып бөлінеді. Төртінші, Құраннан қазақ тіліне 300-ден аса сөз кірген. Ислам діні қазақ таласына 1000 жыл бұрын келіп, әдет ғұрып, салт дәстүрімізбен біте қайнасып кетті. Исламмен бірге келіп, тұрмыстық қолданысқа еніп кеткен мыңдаған сөзді айтпағанда, қазақ тілінің діни, әдеби және ағартушылық салаларында қасиетті Құранның өзінен тікелей сөзбе сөз енген 300-ден аса сөз бар. Мысалы, әлем, дін, ғибадат, ғайып, азап, ғарыш, жаза, несібе, ғасыр, сабыр, өсиет, мирас, ғаламат, сағат, тағы басқа. Бесінші, Құранда 100-ден аса заманауи ғылыми жаңалық бар. Құранда заманауи ғылым тек бүгін ғана дәлелдеп жатқан көптеген деректер баяндалған. Теңіз асты ағыстары мен толқындары, планеталар траекториясы, саусақ ұштарының бір-біріне ұқсамауы, адам эмбрионының даму кезеңдері, кері болса ғана ауру сезе алатынымыз, ара қарынның бал жасау кереметі, маса мен құмырсқаның жаратылысы, боқ пен қанның арасына әппақ сүттің шығуы, барлық өсімдіктің жұп-жұп боп жаратылуы, тағы басқалар. Бұл аяттардың 14 ғасыр бұрын түскенін ескерсе, Құран адамның емес, Алланың сөзі екеніне сенбесіне амал қалмайды. Алтыншы, Даджалдың бөлігінен қорғайтын жалғыз жазба. Мұхаммед пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам жер бетінің ең үлкен бөлігі Даджал болатыны жайлы айтып, ескерткен. Оның сиқырына барлық адам баласы түсіп арбалып қалады. Сол күні одан қорғайтын жалғыз қасиетті жазба Құран болатынын қатаң нұсқап кеткен. Кәф сүресінің алғашқы 10 аяты мен соңғы 10 аяты оған қарсы берік қорған болады. Жетінші, қияметтің алдында жоғары көтерілетін жалғыз кітап. Алла тағала ұлы қиямет орнайтын сәттің алдында Құранды кітап беттерімен адамдардың кеуделерінен жоғары көтеріп алады. Өйткені сол күні жер бетінде оны оқитын мұсылман қалмайды. Ақыр заманның ауыр оқиғаларымен бірге қасиетті Құранның жарамдылық мерзімі аяқталады. Алғашқы 10 аяты мен соңғы 10 аяты оған қарсы берік қорған болады.